Ассалаумағалейкум достар, байланыста Муслим Муса маркетингалық компаниясы. Бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Таргет реклама жасау арқылы қалай клиент табуға болады? Таргет арқылы клиент табудың үш әдісін сіздерге айтатын боламын. Алдымен таргет рекламаның не екенін айта кетейін. Көбіңіз таргет деген сөзді естіген кезде Инстаграмда, Фейсбукта шығатын таргет рекламаны, сол жақтағы видео, фото рекламаны ойлайсыздар. Негізінде олай емес. Біздер ютубқа күнделікті кіреміз, әртүрлі бір видеоларды көрейін деп. Сол кезде бізге әртүрлі баннерный немесе видео рекламалар шығады. Ол да негізінде таргет реклама деп аталады. Таргет рекламаның ең көп қолданылатын үш түрі бар. Оның біріншісі Инстаграмдағы таргет реклама. Біздер Инстаграмға кіреміз, әртүрлі видео, фотоларды көріп отырған кезде, каждый 3-4 фото видеодан кейін осындай реклама шығады. Мінекей сол жағында фотосын қойдым. Одан кейінгісі Фейсбуктағы таргет реклама. Фейсбукқа кіреміз, әртүрлі нәрселерді оқиын деп, сол кезде бізге реклама шығады. Ол бізде Фейсбуктағы таргет реклама. Фейсбукта және Инстаграмда таргет реклама жіберіп, бизнесіңізге клиент табу үшін біз арнайы Ads Manager дейтін инструментті қолданамыз. Сол арқылы таргет жіберіп, клиент табатын боламыз. Ал бізде кезекті үшінші таргеттің түрі, бұл бізде ютубтағы таргет реклама. Біздер ютубқа кірген кезде, бастапқы бетте, мінекей сол жақта фотосын қойдым. Осындай бізде реклама шығады, байқаған шығарсыздар, иә? Және де бір видеоны көріп, екінші видеоны көрейін десек, төмен жағында осындай жарнама шығып тұрады. Баннерный немесе видео жарнама деген сияқты. Бұл да бізде таргет реклама деп аталады. ютубқа таргет реклама жіберіп, клиент табу үшін біз арнайы Google Ads дейтін инструментті қолданамыз. Сосын айта кететінім, ютубқа таргет реклама жіберу, Facebook пен Instagramға таргет реклама жіберуден қарағанда 10 есе арзан болады. Және де айта кететінім, Instagramға, және де Facebookқа, және ютубқа таргет жіберуде біздің мақсатымыз бизнесіміздің проблемасын шешіп, клиент санын көбейту болып табылады. Қазір мен сіздерге таргет реклама жіберіп, клиент табу үшін екі-ақ нәрсені дұрыс жасау қажет, соны айтатын боламын. Бұл екі нәрсе не нәрсе? Көптеген бизнесмендер таргет қосады, бірақ нәтиже болмай жатады. Әртүрлі таргетолог, маркетологтармен жұмыс жасайды. Сосын айтып жатады, заявка жоқ, клиент жоқ деген сияқты әртүрлі өзінің проблемаларын айтып жатады. Қазір мен сізге екі нәрсені айтатын боламын. Осы екі нәрсені дұрыс жасасаңыз, бұйырса жақсы нәтиже болады. Таргет реклама жіберіп, клиент табу үшін екі-ақ нәрсені дұрыс жасау қажет. Оның біріншісі дұрыс аудитория таңдау керек. Аудиторияны жөндеу барысында көптеген 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл тәжірибесі бар таргетолог, маркетологтар қателесіп жатады. Сол себептен дұрыс аудитория таңдау үшін алдымен таргетолог қандай бизнеске таргет қосайын деп жатыр, сол бизнесті толықтай зерттеп, содан кейін клиенттің портретін Фейсбукқа, ютубқа, Инстаграмға енгізіп, содан кейін ғана аудитория жасау қажет. Біздің таргет реклама жіберіп, клиент табу үшін екі-ақ нәрсені дұрыс жасау қажет деп айттым. Соның екіншісі өтімді фото, видео, жарнамалық креатив жасау қажет. Дұрыс аудитория жасадық. Одан кейін енді біз ютубқа, Фейсбукқа, Инстаграмға фото, видео, жарнамалық креатив жасап, соны рекламаға жібереміз. Яғни біздің фото, видео, жарнамалық креативімізді біздің болашақ клиенттеріміз көрген кезде қызығушылығы оянып, жаңағы подробнее, перейти на сайт, узнать цену деген сол батырманы басқысы келуі керек. Сәйкесінше сол батырмаға басып, сайтқа өтіп, өзінің нөмірін қалдырады. Немесе WhatsAppқа, Instagramға жекеге өтіп, сізге байланысқа шығатын болады. Қазір енді мен сіздерге біздің компанияның, яғни Муслим Муса маркетингалық компаниясының реальный жұмысын көрсете кетейін. 7 июль, 8 июль мебель саласына таргет қосқан болатынбыз. Рекламаға небәрі $16 кетті. Қараңыздаршы, 2 күннің ішінде 24 заявка түсті. Охват, показ 3000-нан асып кетті. Цена за результат, яғни әрбір заявка үшін біз Фейсбукқа $0.67 төледік. Мінекей мына жерде әдемі мықты рекламный креатив жасадық, яғни фото креатив, стильная кухонная гарнитура по цене обычного деп. Сосын дизайн проект в подарок деп. Потом уже клиенттер подробнее батырмасын басып, сайтқа өтіп, өзінің данныйын қалдырып кетті. Енді достар, айта кететінім, қорытындылап, таргет рекламаның үш түрі бар. Инстаграмдағы таргет, Фейсбуктағы таргет және ютубтағы таргет. Бұл үш таргеттің мақсаты сіздің проблемаңызды шешіп, сізге клиент тауып беру. Енді менің айтатыным, егер сіз өзіңіздің бизнесіңіздің шебері болсаңыз,
Муслим Муса компаниясы сіздің бизнесіңізді дамытуға дайын. Әрине, сіздің бизнесіңізді интернет арқылы дамытуға дайын. Бізбен жұмыс жасағыңыз келсе, Инстаграмға жекеге жазыңыз, немесе сайтқа өтіп, өзіңіздің нөміріңізді қалдырып кетіңіз. Біз сізге байланысқа шығып, сіздің бизнесіңізді интернет арқылы қалай дамытуға болатыны туралы сізге тегін консультация беретін боламыз. Инстаграм парақшамыз muslimmusa.kz, сайтымыз muslimmusa.kz. Достар, сіздерге тағы да бір кеңес айта кетейін. Мынандай тегін сабағымыз бар. Күніне таргеттен 50-ден аса заявка алып отыру үшін не істеу қажет деген. Осы тегін сабақты көру үшін қазір сіздерге сол жақ шетте подсказка шығады, заставка ретінде. Соның үстінен басып, тегін сабақты көрсеңіздер болады. Байланыста болған Муслим Муса. Келесі видеоларда көріскенше. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Біз сіздерге жауап беретін боламыз.